иә. Енді армандарымыздың бәрі орындалып жатқан мына ер азаматтарымыздың арқасы ғой. Армандап жүрген шетелімізге де барып қайттық. Армандап жүрген машинамды да алып міндім. Армандап жүрген шубамды да алып кидім, иә. Енді бір арманым өзімнің жекеменшік бір салон красотыйым болса, ботекс жасатып, маникюр педикюрларымызды жасатып, массаждарды жасатып, күнде рахаттанып өмір сүрсек қой. Сосын ана бір әдемі пародный бір мысықтар бар ғой, сонда алып алсам деп отырмын, саған да жұғысты болсын. Давай, жақсы. Кім ол? Зуля ғой. Өмірлерің рахат қой, қатын болған күшті шығар. Осындай кезде неге бір қатын болмадың деп армандаймын. Күшті ғой, арманыңды бүйтіп айтып, оны орындатып алған, Біз сол еркектер бір-ақ арманымыз бар, оны да айта алмаймыз ғой. Айтсай арманыңды? Қойшай, орындай алмайсың ғой бәрібір. Орындаймыз, айтсай. Точно ма? Иә. Айта берейін ба? Иә. Ренжіп қалмайсың ба? Жоқ. Қойшай, ренжіп қаласың сен. Сорны сол тоқалды айтамай отырсың ба? Мә, тоқал. Айттым ғой ана. Мен сорлы бір арман бар, оны да орындай алмай өліп кететін шығармын өмірде. Қанша арман болмайды. Дәмеленбей ақ қой. Алло, қатын, қайдасың? Үйдемін. Не істеп жатсың? Тамақ істейін деп жатырмын. Тамақты қоя тұр. Бүгін бір жақсылап тұр, балық қуырыш. Балық жейік бүгін. Болды, қуырам, болды. Қоя тұр. Не балық әкеп қойып пен үйге? Немді қуырам мен? Ой, жынды қатын. Сен қуыра берсең, мен апарам ғой балықты. Жынды ма, бірдеңе осы қатын ше? Алло? Бейбіғат апай, саламатсыз ба? Иә, ертілектің папасын ғой. Иә. Нашарлап кетті? Білмейді. Командировкадан бүгін келдім мен. Иә, қазір тексерем ғой, жанын шығарам орың. Иә, ертілек. Папа. Бері, күнделігінде кел. Отырында жүге. Сен не қап сабағын нашарлап кеткен? Оқып жүрмін ғой. Көз көреміз оқыған. Мынаусы нес? Мынау күнделігің толған екі ғой сенің. Математика екі, мынау немене? Орыс тілі екі, тарих екі, қазақ тілі әдебиет. Немене мынау сызу бәрі екі? Ішінде 5 бар ғой, қарсаңызшы. Қана? Бір 5 тұр екен ғой. Қай сабақ бұл? Ән күй сабағынан 5 дейді? Сен двоечник неменеге жетісіп ән айтып жүрсің? Күнделігің толған екі. Әке, мен әнші болғым келеді. Әнші болсаң, әншіге де білім керек. Білімнің керек жоқ екен ғой. Әншілердің көбісі бошын болған екен ғой. Қой? Иә. Оны білмеппін не? Сен қайдан білдің оны? Бар өмір баянын оқысаңызшы. Мейлі, әнші болсаң әнші бол, аман бош әйтеу. Түсінбей қалып не болып кетті бұл? Әкешім, анашым, мен бүгін бірінші орын алып келдім. Қой? Бәрекелді, жарайсың әй? Жекпе-жектен ба? Иә. Бәрекелді. Сен негіз анау атаңа тартқансың, Қабанбай атаңа. Қабанбай атаң жекпе-жекте жеңілмеген ғой? Жоқ, ер нағашысына тартат деген менің төркініме тартқан ғой, жаным менің. Оттама. Дәл осы жері Қабанбай атасына тартқан. Міне, қараш, Қабанбай атасы бір жеңілмеген ғой. Менің төркініме тартқан қойш. Оттама сен де қақыра дегенсің. Ұқсамайды, өзің аталарына ұқсайды. Менің төркініме тартқан. Немене мынау? Күнделігің толған екі. Сен спортқа береміз деп құртып алғаншамыз біз? Міне, нағашысына тартат деп отырам ғой кеше. Міне, нағашысына тартқан. Өңшің двоечниктер, маубастар, ұйқыбастар, нағашылары. Қой айналайын. Менің төркінің тұқымы таза, дәл осы жері өздеріңе тартқан. Нағашыларына тартқан. Кеше айтқансың, ер нағашыға тартат деп. Міне, результат.
Айналайын, менің төркінімнің тұқымы таза, білесің ба? Біздің тұқымнан 5 болыс, 3 би, 2 аға сұлтан шыққан. Қой, соның бәрі бір тұқымнан шыққан ба? Иә. Не деген дәу тұқым ол? Динозаврдың тұқымы ма? Сабағыңды оқысай, мен төркініме тіл тигізе бермей. Оқы сабағыңды. Отағасы. Ау. Не болды? Отағасы. Не? Далаға шығып серуендеп қайтайықшы бірге. Ой, қойшы сондай нәрсені. Үйде отырсаңдаршы, не бар далада? Ең болмаса біраз уақыт жүріп қайтайықшы, таза ауа жұтып, жұрттар сияқты. Терезені ашып қойсай, таза ауа кіреді ғой үйге. Жұрттарды көрсең қызығасың ғой. Серуендеп жүр таза ауада. Жүрші. Кинон басылады деймін, сериалын басылады қазір. Ертең қайталай салады ғой. Қайталамай жұмыстан ғой ертең. Жүрші енді. Қойшы. 5 минут жүреміз де қайтамыз. 5 минуттан асса кетіп қалам бірақ. Болды, сөзімде тұрам. Жүр. Екі сөйлеген қатын. Болды. Болды. 5 секундта киінемді шығам. Болды, кеттік. Мен киімдерім қайда? Шифонерде тұр. Не болды? Қол ұстасып жүрейікті, а? Қойшы сен де адам. Тоқтасай. Не? Қарасай, былай қол ұстасып жүру керек. Қой, адамдар қазір жан-жан адамдар. Ұятқан. Несі ұят? Қойшы сен де. Ерлі-зайыптылардың арасында енді қол ұстасып жүрген болады ғой? Ой, қойшы сен де, сен де қатырасың. Қойшы, адамдар қарап тұр ғой, ұялмайсың ба? Адамдарды көзіңе ілмей жүре бер, ештеңе қылмайды. Қой демей, қойсай. Жібермей ме бәрібір? Неменеге қолыма жармаса бересің, бір 20-дағы қыз бен жігіт емеспіз қол ұстасып жүретін. Жан-жағына қарасай, адамдардан ұялсай. Жаным, сен бірінші тыңдасай. Егер екеуміз осылай қол ұстасып жүрсек ше, күнәміз төгіледі екен. Ой, басталды. Оны кім айтты саған? Ой, кеше интернетті қарап қалсам, бір молда айтады. Тыңдасай, егер де дейді, ерлі-зайыптылар дейді, қол ұстасып жүрсе дейді, күнәларының бәрі төгіледі дейді. Молда айтты ма? Иә. Ол молда айтса, онда рас болған онда. Сонда кәдімгі мынау қолын ұстап жүргеннен күнә төгіле ма? Иә. Ой, бірмай, Мысалы, сенің күнәң маған, мен күнәм саған өтіп кетпей ма? Жоқ, екеумізге бірдей төгіледі екен. Ой, рахат екен ғой, Иә. Сонда қанша төгіледі, қанша, мысалы, бір минут, 5 минут, 1 минут жүрсек, қанша күнәден төгіледі? 1 минут қол ұстасып жүрсек, 1 миллион күнәміз төгіледі. Ой, рахат екен ғой. Бір 5-6 күннің ішінде пәк болып кетейін деп тұрмыз екенбіз. Қатын былай істейік. Онда ше? Онда түнде жатқанда да қолымызды скотчтап жатайық. Мақма? Скотчпен қатырып байлап тастайық. Азанда пәк болып тұрамыз. Жаным, өстіп қол ұстасып, біраз жүрекші. Осы адамдар неге сөйтіп істемейді деймін да? Иә. Неге солар қол ұстасып жүрмейді? Білмейді ғой олар. Уағыз тыңдамайды ғой, значит. Иә. Білмейді ғой, білмейді. Білсе олар бар ма? Сваркілеп тастайтын еді қолдарын. Рахат екен, Иә. Ой, онда күнәміз төгіп кетейік. Жүр. Бірақ ыңғайсыз екен, шамал ұятты. Әдет қылмағаннан кейін бір түрлі. Күшті, Иә. Менше бір сондай сезім отыр да, жеңілдік қалдым кәдімгі. Менде де сондай сезім бар. Жеңілдік қалдым. Байқаватсың ба кәдімгідей? Рахатнай. Жаңа 1 минутта қанша күнә төгіледі дедің? 1 минутта 1 миллион күнә төгіледі. 1 миллион. Қанша минут жүрдік? 5 минутта 5 минут жүрдік. 5 минутта 5 миллион. 5 миллион күнә. 5 миллион. Ажырамайық мақма, қолымызды ұстап жүрек үнемі. Негізше 5 минутта бар ғой 10 миллион күнә төгуге болады. Болады, айтылды ғой кеше. Болады екен, иә. Мына ғой мысалы бос жүр мысалы. Осы ғой мен де бүйтіп қатар төксең қандай жақсы. Несі күнә төккенің. Қалай сонда? Мен дым түсініп отқан жоқпын ше. Енді бір мына жағымда да бір болса деймін да, бүйтіп екеулеп күнәні екеулеп төккенге не жетсін. Бір тоқал болса деймін да. Қайдағы тоқал? Не айтып кеттің сен, а? Ой, енді уақыт жоғалтпайық дегенім ғой. Күнә туралы айтып отырмыз да, тоқал емес. Дұрыс қой, енді күнәні бір уақыт жоғалтпай, уақытты үнемдейік деп жатқаным ғой. Айналайын.
күнәларыңды мына жақтан төгіп жатырмыз ғой, азбасаған. Жоқ, дұрыс қой, сен мына жағым күнәсі төгіліп жатыр, оң жағым. Мына жағым күнәсі төгілмей қалды да. Өзім-ақ төгем, былай отыршы осы. Қалай төгесің? Әкел. Ал. Дәл осылай төгем. Жоқ, төгесің ғой. Енді мына жағым бос қалды ғой. Ай, төктім ғой жаңағыны. Бекерге уақыт жоғалтып жатырмыз негізі бар ғой. Бекерге жүрміз уақыт жоғалтып. Сен ше жақсылықты түсінбейтін адам екенсің, ә? Мен айтпағанда соны білмейтін едің ғой сен. Мейлі қойшы. Оң құлағыңмен, сол құлағыңмен естіп ал. Өлсең өліп кет, тоқылап бермей, естің ба? Неге маған десең шайтан болып кетпейсің, а? Жоғал көзіме көрінбей. Ойнап айтып жатырмын, қойшы сен қатыны. Тоқтаса, қайда кеттің? Ой, сен. Қарлығашы. Қатын. Не? Алып келсе, тамағыңды босатесің. Қайын қазір сәл шыдасай. Әкеле жатырмыз ғой. Не мынау? Бермешел? Тағы бермешел ма? Енді барымызды беріп жатырмыз ғой. Ет аспайсың ба, қазақпыз ғой, андасында ет жекті. Ет әкел. Күнде ет асып берем, әкелсе етті. Әкелеміз, немене? Әкелем. Жемеймін, өзің же. Жемейсің, жемей-ақ қойып өзім-ақ жеймін. Қан берген уәдең маған. Қандай уәде? Қандай уәде, білмей қаласың, ә? Не деп уәде бердім ал? Не деп уәде бердім саған? Айтайын ба? Иә. Ойбай, өмірің ертегідегідей болады. Өп десең алтын сарайдай үйің, сөп десең жейпің. Бала шағамыз көп болады. Ертегіше өмір сүресің, тап Золушка сияқты өмір сүресің деп едің. Не болды? Мынау ма Золушка? Қанша баламыз бар? 7. Міне, осының өз ертегі. Ана ертегіні білесің бе сен? Қандай? Қасқыр, ешкі және жетілақ деген. Міне, қасқыр мен, ешкі сен, 7 баламыз жетілақ. Міне ертегі. Сен оны білмей жүрсің. Ертегідегідей өмір сүріп жатсың сен уже. Сол қызық ертегі, е? Енді бірден Золушка болмайсың ғой. Ол ертең одан да қызық ертегі басталады. Алтын кілт деген ертегі басталады. Буратино ше? Қайсана мұрнынан ба? Ертең алтын кілт алып үй аламыз әлі. Күшті боламыз. Иә. Бірден Золушка. Немене Золушка бірден сөйтіп күшті болып кетті деп отырсың ба? Ал, Қарлығаш. Міне, Золушканың өмірі басталды. Оңбаған, не істедің? Не істедің, а? Қазір сағат қанша болды? 8 болды ма? Түнгі сағат 12-ге дейін бір-бірінен ажыратып қой. Қалай ажыратам енді мен мұнаға? Жұмысым жоқ. Чердактан кептерлерді шақырасың ба? Подвалдан тышқандарды шақырасың ба? Сағат 12-ге дейін ажыратпасаң, келесі ертегі басталып кетуі мүмкін. Қарлығаштың құйрығы неге айыр деген. Тек қарлығаш боласың, мен айдақыр боласың. Ажыратып қой. Нағаш екен солай. Үйдегілерді қоймайды. Қашан үйленесің, қашан үйленесің? Жасың келді қазір. Жасың болса кеп қалып, үйленбейсің ба деп. Неғып үйленбей жүрсің енді? Нормальный қыз жоқ, нағаш екен, нормальный қыз жоқ. Осы сөздерің бар ғой сендер шаршатты. Қазір жастардан сұрасаң, нормальный қыз жоқ, нормальный жігіт жоқ. Алдымен өзің нормальный болсаң, нормальный қыз табылады адамға. Нормальныймыз деп жоқ қой, нағаш екен. Не, анаған қыз ағаш. Не нормальный сияқты? Не нормальный? Иә. Қайта нормальный қыз анау. Оны алып отқан жоқ. Ешкімге қарап отқан жоқ. Мен адам танысым бар ма? Анау зор қыз анау. Анау қатын болатын қыз анау. О? Қарсы, жүр таныстырасың. Қойшы нағаш. Жүрдей. Қойшы нағаш екен. Дайын емессің нағаш екен. Не дайындығың керек? Бүгін үйленейін деп отқан жоқсың ғой. Тісіңді жуған жоқ қой нағаш екен. Жумасаң, сен сөйлесің, мен сөйлесем. Кеттік, кеттік, давай. Нағаш екен, қойшы нағаш екен. Бәрекелді. Ауа райы қандай тамаша, жиен. Қарындас кедергі жасап атқан жоқпыз да? Жоқ, отыра беріңіздер. Жасыңыз нешеде? Қыздың жасын сұрамайды. Қыздың номерін сұрайды. Көрдің ба? Басыңыз бос беді, қарындас? Бос. Осы жасқа дейін тұрмысқа шықпағансыз деймін да? Жептеуір бой жетіп қалған сияқтысыз.
Тұрмысқа шығуға болар еді. Просто қазір нормальный жігіт жоқ. Нормальный жігіт жоқ? Осы жастар немене қандай болып кеткенсіздер, а? Сізден сұрасам нормальный жігіт жоқ дейсіз. Мынадан сұрасам нормальный қыз жоқ дейді. Қайда кеткен сол нормальный қыздар мен жігіттен бәрі? Мынау менің жиенім. Менің жиеніме тұрмысқа шығыңыз. Не үшін? Бұл да не нормальный? Екі не нормальный қосылса, бір нормальный туатын шығар? Жиен? Давай, танысып алыңдар. Ақылдасатын бір шаруа бар еді. Тоқтай тұр. Қандай Қалеке? Не болып қалды? Менің атымды тобы қайт. Ойбай, енді өз байыма Қалыбайып Қалынжан деп отырайын енді апайың ұқсап. Ондай емес. Басқаша айт былай. Заманауи қып қазіргі тілмен айтсай, қазіргі модымен. Қалай? Мысалы, бүгіннен бастап мені былай атайсың. Ғалымжан әл-Кентауи, Ибн Түркістани, Шымкенттің айналасы. Қалай? Ғалымжан әл-Кентауи, Ибн Түркістани, Шымкенттің айналасы. Ойбай, сен мына аты жөніңді жаттап отырғанда өмірімнің жартысы өтіп кететін шығар. Енді бір қысқаша аттапсаң болмай ма? Галек дейсәш ал, бол. Одан Қалекем жақсы еді ғой. Қойшы айналайын. Бопты. Неменеге келдің? Бірдің айтам деп отырмын ғой. Білмеймен миымды ашты жібердің ғой мына бір аттарыңмен. Қойшы, айтпайын. Айтпасаң ғой, миың ашпаса мен кінәлім ба? Параққа жазбақ көмейсің ба? Не тез ашпайсың есікті? Енді... Оны кімнің аяқ киімі? Сенің аяқ киімің ғой? Менде бұндай аяқ киім жоқ еді ғой? Саған алдым. Өтірік айтпа, мен саған сенбеймін. Сенсең де, сенбесең де саған алдым. Мынау кімнің шалбары? Айтсам сенбейсің. Сенбейме саған? Сенсең де, сенбесең де саған алдым. Мынау кімнің түрсүйі? Сенсең де, сенбесең де саған алдым. Мынау, мен емес мынау. Кім бар еді? Кім бар еді? Өлтірем қазір. Сен кімсің? Братан, сенсең де, сенбесең де автобуста кетіп баратым. Қолыса тоқтап кетші. Бұл нешінші автобус? Жақсы, жолымызсың болын. Қалада қошу базар бәрі таниды ғой мен досым. Қала деген танып кетті ғой кәдімгідей досым. Ауылға жүр деймін, өмір тармас деді, тормыз болып келмейсің. Күшті әдемі келу керек. Қойларын қалаға сатсай досым. Сатам құдай. Ақша жатыр ғой қалада. Мана десе, сыра шықты досым. Сыра шыйсың ба? Болады қазір. Қанша? Екеу. Болды. Девушка, суди. Бергеші. Суди. Қазір келеді. Зор қызы. Алтай баққам ғой? Не берді? Бидей. Здравствуйте. Ой. Что Здравствуйте. пожелаете? 2 пиво. Две деп айтсай. 2 деп айтылса, пиве болып кетеді ғой, 2 пиве болып кетеді. 2 пиво деп айтылады. Ой, тупой екенсің ғой сен, двое болғаны пивое деп айтылады ғой досым. Так, мне вас долго ждать? Қой тұршы. Девушка, вот 3 пива сюда, 1 обратно туда. Сонда 2 деп айтып түсіндіріп Болды. Түсінді ғой келам деп. Қалада досым. Ассалаумағалейкум, қане. Алейкум ассалам. Шақыртқан екес. Насреддин қожа. Ай, осы халық сені білімдар, діндар дейді.
Ғұлама ғалым білгіш дейді, дана данышпан дейді, сол рас па? Рас болса рас шығар хан ием. Алла білуші. Бәрекелді. Онда сен маған мынаны айтшы. Жәннат үлкен ба, тозақ үлкен ба? Енді хан ием, о дүниеге барып көргенім жоқ. Бірақ естуімше, жәннат кең секілді. Неге олай ойладың? Өйткені бұл өмірде ақысы желінген кедей кепшіктер ақыретте жәннаттық болады дейді. Соған қарағанда жәннат кең секілді. Сонда байлар жәннатқа кірмей ма? Неге кірмейді, хан ием? Байлар осы өмірде жәннатта жүр ғой. Ай, олардың ішінде адайлы ақын маңдай теллермен байып жатқан байлар да бар ғой. Хан ием, мен ол байларды айтып жатқаным жоқ. Мен халықтың ақысын жеп, садақасын, зекетін бермей жүрген сараң байларды айтып жатырмын. Мұның дұрыс екен. Әңгімеңнің жөн жобасы жақсы екен. Шақырыңдар маған байларды. Сөйлесейін. Оппа! Қайырлы кеш, Бикеш. Танысып қоймадық па? Уақыт жоқ. Ал менде уақыт көп. Жігітім, давай ішейікші. Сол үшін келдік қой, ішейік. Официант! Сәлеметсіздер, не қалайсыздар? Бізге бар қоя, арақ, вино, виски, пиво бәрін араластырып, бір графинге құйып толтырып іш. Араласқан нес? Клиенттің айтқан заң. Жарайды, 5 минутта дайын болады. 5 минут? Билейші. Билесек билейік. Маэстро музыку. Вальс. О, Бикеш, вальс қой. А менде уақыт жоқ. Неге уақытыңыз жоқ? Қайда асыға бересіз, Бикеш? Қайда асыға бересіз? Күйеуім өмірге дейін жіберді. Үйде 5 балам бар. Өзім декреттемін. Түсінші, брат. Вот әке. Хан ием, болашақта болжайтын әлемге әйгілі көріпкел Коля келіп тұр. Кірсін. Хан ием. Естіп тұрсың бе? Обновление жасап жатырмын, хан ием. Болашағыңыз жарқын, хан ием. Хандығыңыз ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, сіз алмайтын қамал, сіз жеңбеген жау, сіз жыртпайтын ау қалмайды екен, хан ием. Тоқта болды. Ауың не? Тоқта. Медекке көрейші қазір мені. Ой, сенікі де көріп тұрмын. Таза көріп тұрмын. Қандай? 5 минуттан кейін өледі екенсің. Ойбай. Мынаның басын алып тастаңдар. Құр көзіме келді. Ойбай, хан ием. Оңбаған десейші. Аферист. Білем садайларын талайын көргем сендейлердің. Оңбаған. Менің болашағымды болжамақшы. Өзінің болашағын болжамай жүр. Өлетін білетін болса алдыма келмеседі ғой. Аферист. Осындайлар үй әпереміз деп жұрт алдап. 5 адам алып келсең, золотой директор боласың деп. Оңбаған. Басын алып тастаңдар. Сосын 4 атқа теңеңдер да 4 жаққа шаш тастаңдар. Ондай оңбағандарды. Мошенник. Нашелся мне. Сондай емес. Өзінше болып адам бір сәуегей болып кетесің емес? Білгеннен кейін айтам да, братан деймін да. Еркектің мықты болу әйеліне байланысты. Айтшы. Конечно. Кез келген мықты еркектің атына бар ма? Мықты әйел тұрады. Конечно. Қазақ атан айтады ғой. Жаман әйел еркектің төрдегі басын есікке сүйрейді дейді. Жақсы әйел есіктегі басын төрге сүйрейді дейді. Ай, қайдан, братан? Осы мақалыңызға сенбеймін мен. Неменеге? Басымызды төрге сүйреп атқан қатынымызды көрмедік қой. Сүйремесе өзің шықпайтын ешексің ба? Сүйремесе жүрмейсің ба? Өзіміз шықсақ бола ма не? Конечно. Мен мақалға сеніп жүрмін ғой. Ой, дурак.
Жейсің ба? Жейді. Ал, жөн бар ма? Келді, жүргем қалай. Келдік па? Келдік көке. Жақсы, давай. Көке, бір сұрақ қойсам бола ма? Сұра. Жасыңыз нешеде? 80-де? Жас көрінен ба? Ұқсамайсыз. Бәрі айтады, жас көрінесің деп. 50 ма? Одан да жас. 25 ба? Одан да жас. 18 ба? Оның жартысы. Ай, енді 10 жас емес шығар енді. Көке, мен сізге 5 жас берем. Не үшін? Көңіліңізге келмесін. Бағанадан бір 5 жасар баланың тірлігін істеп келе жатсыз ғой. Кезінде бүйткем, ниткем, не керегі бар, ят емес пе көке? Ақсақалды қариясыз. Басыңызға тақия кеп айналаңызға өнеге болатын әңгіме айтпайсыз ба? Пошел! Иди! Мне. Астапыралла. Мына кісінің бар өнегелі сөзі осы екен ғой. Мен бұған әжептәуір әңгіме айтып отырмын. Адамды Құдай ұрып қойса, дауа жоқ қой. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Сіз ема осы жерге тіркелгенсіз ғой? Иә. Зуля, қалайсың? Муля? Жақсы. Не yapıyorsun бұл жерде? Біз ана отбасымызбен ай сайын бала шағамызға өзімізге тегін киім береді, осы жерге тіркеліп қойғанбыз ғой. Сен не ағып жүрсің? Мен де сол өзіме бала шағама киім алып жүрген. Саған не жоқ? Жесір ме едің, жетім бе едің? Не байың жоқ бе еді? Байым 15 күнге вақтыға кетті. 15 күн жесір болмағанда нем қалды менің? Басылдар ешқайда айтпай тұршы. Жаным, бүгін мен түсімде күшті түс көрдім ғой. Айтайын ба? Айт. Менің түсімде ше, екеуміз теңіздің қақ ортасында кемемен жүрміз да. Сол кеменің ішінде прям маған бриллиант көзі бар сақинаны бүйтіп тақтым ғой. Солай ма? Егер тәртібің жақсы болып осылай әдемі жүретін болсаң, айтқан істеп. Келесі жолы түсіңде биік тауға шығарам да, иығыңа норковая шуба жабам. Немене? Ал одан кейінгі түсіңде бүкіл жер шарын айналдырып қайтам. Күшті ма? Мен де байды қайдан табасың сен? Керек емес сондай маған сыйлықтарың. Ымға түсінбеген, дымға да түсінбейді, тормыз десе. Түсінем ғой. Мен сол театрда жұмыстамын ғой, репетиция, анау бар, мынау бар. Вот, ендігі апта қылайықшы, мен те түсінсей, бөсе алмай жатырмын. Давай. Таң қаламы қазір қыздарға ше, өздері шақырады ғой кездесуге мен. Сондай заман ғой қазір. Ғалеке, осы сізден бір нәрсе сұрайыншы деп. Сұрасың? Енді бізден қарағанда бағана абыройыңыз мықты ғой бір. Жоғарғыдағылармен араласасыз бағана. Сондай бір текті, бір мықты әулеттен бір қыз тауып беріңізші маған. Сорлы екенсің сен де. Ондай қыз тапсам өзім алмайын ба? Ойбай, сіз үйленгенсіз ғой. Не болып үйленсе? Жеңшем деген алтын ғой, алтын. Үйге барсаң дастарханды гүл қылып жайып тастайды ғой. Ол сендердің көзіңе сонда көріне береді ол. Әдем болып, керемет болып. Сен жеңшеңмен бір күн тұрып көрсей? Алло? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Құдайға шүкір, аман сен. Өздеріңіз? Не жаңалық? Сона жеңе шуба алғанбыз бүгін. Шуба алдыңыздар ма? Ренжіп қалдың ба? Жоқ, несін ренжеймін? Нормально. Сіз просто кеше анау қарыз сұрадық қой, сол кезде жоқ деп бүгін шуба алғандарыңыз бір түрлі екен да просто. Сенің ренжігенің іштің емес. Ана келді ренжіп қалмасын. Келініңіз не деп ренжиді қойыңызшы.
Ей, біздің қатын шобыны киіп алып сен үйіңе кетті сол. Немелеге? Енді мақтану керек та енді. Әйелдерді білесің ғой. Неде? Айгүл! Айгүл! Ескен жақ кветтерге үшін жатамыз болды. Жатамыз болды кветтерге үшін. Мынау үйленбейді, ауру ма бірдеңе? Коля, шынымды айтшы, қандай қыздар ұнайды саған? Білмеймін, өзім де басым қатып кетті. Мысалға да маған ақ көңіл, ашық жарқын, тіл табысатын, анекдот айтсаң күле салатын, десең үйіне жыға салатын сондай қыздар ұнайды да маған мысалға. Саған ше? Маған ондай емес, маған иманды, инабатты, ата енесін құрметтейтін, хиджабтағы қыздар ұнайды маған. Қалеке сізге ше? Маған ба? Маған, короче, беті қалың қыздар ұнайды. Беті бетон қыздар болады ғой. Ештеңе өтпейтін. Ата ене, там, сәлем салу, хиджаб, ондай қызықтырмайтын. Жүреді шаш жалбыраған, сондай ұнайды маған. Арасында темегісін шегіп, 100 грамм ішетіндер болады. Жақсы емес пе? Өзіңмен отырып арақ ішет, күндіз досың, түнде қатының, рақат емес пе? Қазір достармен арақ ішуден қалдық қой. Ішіп отырады да лақтырып кетеді. Қатыны лақтырмайды да, үйге көтеріп алып келеді. Қалай? Бола ма? Жақсы идея екен негізі. Көресің бе Коля? Жоқ, құрсын. Негізі жақсы идея екен. Ал Қалеке, сабыр қылыңыз. Өмір бар жерде өлім бар дейді. Жақсы адам еді ғой атамыз Қалеке. 50-ге келгенше еркелетті ғой мені. Енді кімге еркелеймін атамай. Шай ішіп кетіңдер, шай дайындап. Қалеке, Әуре болмай қоймадыңыз ба Қалеке? Бір нәрсе береміз ба? береміз ғой. 10.000 теңге алып келдім өзім. Сенде жоқ па не? Бар ғой, Каспий голдта ғой. Аударып жібересің болды ғой. Есің дұрыс па? Той емес қой саған аударып жіберетін. Шай дайындап қалсын. Қалеке, аумин деп жүрген. Аумин. Атамыз жатқан жай топырақ отырғанбыз. Қалеке, мынаны айтып жібер. Сен жаратасыз енді. Нұрхат, қалай жағдайың, жақсы ма? Жақсы, Құдайға шүкір, аман сен. Қалеке, Каспий голд бар ма? 8-700 бір. 338-70 бір оны атама. Міне кетті Қалеке. Үшті. Қалеке, айтып. Жақсы еді. Сабыр болыңыз, Қалеке, сабыр. Сабырлы болыңыз Қалеке. Атама. Қанша кетті? Бітіп қойды. Ой, созып жерді ғой, братан, карантинде. Созған жоқ, бітіп қойды. Ей, Нұрхат. Ассалаумағалейкум. Братан. Жан-жағыңа қарамайсың. Адам танымай кетіп барасың ғой. Не көңіл күйің жоқ? Мына өмірден түңіліп кеттім Қалеке. Тыныштық па? Қайдан келесің? Отырып шықтым ғой. Ой, тағы да ма? Өткенде ғана 5 жылға отырып шығып ең ғой сен? Ол кезде банкке маскамен кіргем ғой, тонайым деп. Сразу ұстап әкетті ғой. Бұл жолы не болды? Бұл жолы именно сол банкке тағы да кіргем. Ассалам. Маскамен ба? Маскасыз. Кредит ала қояйын деп маскасыз кіргем, сөйтсем маскасыз жүрді 15 күн карантинге қамап тастады ғой. Тұзың жеңіл да, тұзың жеңіл. Қаның. Айтыңдаршы, мына масканы тағамыз ба, тақпаймыз өзі. Айтыңдаршы. Былай болып тұр ғой, сен тағатын жерде тақпағансың, тақпайтын жерде таққансың. Карта сияқты ғой бұл да, короче. Иә. Өзіңе байланысты ғой. Біресе болады, біресе болмайды. Түсінбейсің қазір. Деп бопты ондай. Давай. Міне карантин бітті. Енді осы уақытқа дейін неге үйленбей жүрсіз? Енді оқыдым, карьера қуаладым. Қазір заман білесің ғой өзің. Сөйтіп жүргенде шетелге кеттім, бизнес жасадым. Үйдегілер енді қоймай жатыр. Давай үйлен деп. 40-тан астың дейді уже. Сөйтіп инстаграмнан өзіңді көріп ғашық болдым бірден. Сен маған ұнайсың, маған осылай қазақи тәрбие көрген қыз ұнайды. Рахмет. Қазақи тәрбие көрген бәрі бөлек қой. Олар ұяң болады, ұялшақ болады, бетке айтып тастамайды олар. Олар әдеп сақтайды. Иә, дұрыс. Енді тойдың күнін белгілесек. Шынымен маған үйленесіз ба? Айнып қалмайсыз ба? Жоқ, айнымаймын, мен солай шештім болды. Мен не деген бақытты мұна. Бүгін вообще бақыттымын ше. Қалың мал жөнінде сөйлессек. Қалың мал қанша болып жатыр қазір?
Қалың мал ма? 50 мың? Доллар ма? Жоқ, құдай аға, 50 мың теңге. Теңге? Иә. Қалай теңге? Оқымаған қыздардың өзі миллион теңге болып жатыр. Базарда қойдың өзі 100 мың теңге ғой. Аурусың ба? Бір жерде учетта тұрасың ба? Ойбай, құдай сақтасын. Неге арзан деймін да? Неге арзан сонша? Енді қалай айтсам екен, мен түнде жаман қатты қорылдаймын ғой. Содан 6 рет қайтып келдім ғой. Солай ма? Соңғы кезде ше қымыз ішсем на место. Болды, айтпай қойшы болды. Не? Официант, қымызды алып тасташы. Иә. Ұзату тойды қашанға белгілейтін болдық? Мен үйдегілермен ақылдасайын, хорошо? Содан кейін саған бір жауабын беремін. Мен бір жерге тез баруым керек. Тамақ ішпедік па? Жоқ, рахмет. Қорылдайды, неменеге айттым, Жігіттер, бүгін халықаралық 8-ші наурыз әйелдер мерекесі. Бір құттықтамаймыз ба? Мен құттықтайшы, жігіттер, мен. Міне. Еркектерді әйелдерден көп дейді. Ойбай бола берсін, көп мейлі. Болды. Еркектерді емес, әйелдерді еркектермен көп дейді. Әлеге. Қуып кеттің сен? Өзім теріс жаттағанда. О, қатындар. Ойбай. Таныше. Еркек деген атым бар. Еркек тоқты құрбандық атам десеңдер атыңдар. Тім болды, світтешіңдер, жатыңдар. Сауырлы. Екеуің деше поэзиядан нөл екендерін көріп тұрмын. Мәдениет, этика, эстетика жоқ. Міне бұлай оқиды. Өлең дегенде. Сіз ғалам төресіз, қауқарысыз. Бар көрікі, ең биігі, бау бағысыз. Бұл әлем ғажайып бір жүзік болса, сіз соның жарқыраған жауһарысыз. Қалай? Не дейді? Осылай. Қазақ екінші абай. Бек бейтсіз. Кейін кәрісіз. Жөні бейт. Кетілейсіз. Еркекпін деймін. Сөзіңе жауап бересің ба? Жауап берем. Еркекпін мен. Еркексің ба? Еркекпін. Ассаламалейкум. Уағалейкум. Не болды? Мынау еркек. Қайсысы ол? Еркекпін ба, еркексің ба деп жатқан? Ой, түрлеріңе болады. Отыр. Не болып жатыр? Төбелесейін деп жатсыңдар ма? Жоқ ой. Мынау кім? Қайсың еркексің ба деп жатқан? Сен ба еркек болып жатқан? Мен ғой еркекпін. Мен еркекпін. Жетіскен екенсің. Еркек деп кімге айтатынын білесіңдер ма? Кім айтады екен? Малға айтады еркек деп. Қойын қасаған малға айтады. Малды, хайуандар ұрғашы еркек болып екіге бөлінеді. Еркек деп анау ұрғашы көрсе асыла беретіндерді айтады. Қойыңызды яқса қалай? Адамдар ер әйел болып бөлінеді. Сен қазір еркекпін деп жатсың. Мен малмын деп жатсың қазір. Қойыңызды яқса қалай? Қарамайсың бар, ер адамдары ер деп жазып қояды кіретін жерге, әйел адамды әйел деп жазып қояды. Әжетхананың өзі ер әйел деп жазады. Неге еркек деп жазбайды? Мынау ерлерге арналған киім дейді. Неге еркектерге арналған киім деп жазбайды? Онда біз тойда еркекпін мен деп билеп жүрміз ғой ақсақал. Сен сияқтыларға арналған ғой. Айуанмын мен деп билеп жүрсіңдер ғой сендер. Орыстардың өзінде самец, самка болып екіге бөлінеді. Сонда орыстардың я самец деген естіп пе? Жоқ. Я мужчина дейді, я мужик дейді. Сендер жүрсіңдер еркекпін мал болып. Көргенсіздер. Ер дейді, ер азамат. Ер екен дейді. Ер азамат екен дейді. Сендер кейін кезде осы шарбанды ғой, еркекпін деп. Малсыңдар ма? Малды айтады еркек деп. Онда мен бар ғой, ер азаматпын де. Еркекпін деп атырын ғой жаңа. Ер азамат. Міне, енді адам болды қайтадан. Ақсақал, онда мен де ер азаматпын. Міне, сен де ер азаматсың. Еркек деп айтып тоқтатыңдар одан. Алло. Мен орынбасарлармен отырмын бір жерде. Келем ғой. Жақсы, давай. Ол кім басеке? Жеңгелерің бір жерге қонаққа баруымыз керек. Қонаққа баруымыз керек дейді?
Барып келсеңші Басеке. Иә? Сөйтейін ба? Иә. Сөйтіңізші Басеке. Ренжімеңдер бар, Ренжіп Басеке. Уайымдамаңыз. Кет қалмаңдар бар. Күтеміз. Басеке сіз келем дегенше ана мынаудың бәріне заказ беріп осы жерде күтеміз. Болды. Болды Басеке. Барып келем. Барып келем Басеке. Бармаймын. Сендердің қастарында отырамын, болды. Сосын барам, арғай барамыз. Болды онда. Иә? Ал, тапсырыс беріңдер, жақсылап. Иә, тапсырыс берсек. Жандар ем сендер, жақсы көрем. Жақсы көрем ғой сендер. Біз де жақсы көреміз. Осындай отырыста қалай қиып тастап кетесің? Иә, жақсы көреміз. Әкеміздей болды. Ой, мынау видео звонокпен звондап отыр. Не болды? Отырма міне, сенбейсің ба? Міне, қара. Қалай сенші? Міне, Асылжан. Қалай шеңше? Одан қойса енді адам позорын шығара бермей болды. Болды еді. Не деп жатыр Басеке? Ой, жаңа қонаққа барайық, ұят болады бірдеңе деп. Басеке, барып келесі ал. Қойшы, сендерді тастап кеткім келмейді. Сендер қастарында болғым келеді мен. Иә. Басеке, Құдай қосқан қосағыңыз ғой. Барып келіңізші. Екеуіңді қимай тұрмын ғой. Басеке, бай. Жарайды, барсам барып қайтайын. Иә. Барам да, нан ауыстаймын да қайтам. Сіз келгенше осы жерде күтеміз. Заказ беріп қойып, сізді күтеміз осы жерде. Жақсы көрем ғой сендерді. Біз де жақсы көреміз Басеке. Кеткім келмей тұр ғой. Барып келіңіз Басеке. Хоппа. Екі шакал. Мен кетісімен жамандамақшындар мен, крысалар өңшің. Білем ғой сені жұмыста мен туралы не айтып жүргендеріңді. Сосын ғой қастарынан кеткім келмейді. Мен сенің ішінде не тұрған анау жүрегің бәрін көріп тұрмын мен. Ренгем ішінде бәрін білем мен. Ал алдырыңдар тамақты. Ішкізіп сырларыңды бір емей. Ішесіңдер бүгін менен. Түсіндіңдер ма? Жақсылап тұрып ішесіңдер, бәрін айтасыңдар маған. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай қала? Шүкір. Жүріпсің? Ақсақал осы жерлерден сатылатын үй бар ма? Ой, сатылатын үй көп қой, не үй іздеп жүрсің ба? Үй іздеп жүретін. Немене таптарда жігітсің, әлі үйің жоқ па? Құдай сақтасын, үйім бар ақсақал. Байлардың районында тұрам ақсақал. Ой, жақсы емес па? Ой, қойыңызшы, несі жақсы оның? Бірін-бірімен санасып, машина алады, үй салады, дүние жинайды, бірін-бірін жамандайды, аяғынан тартып, бірін-бірін, в общем, жете алмадым мен оларға. Онда бұл районда болмайды саған. Осы бұл жерде де жетеді. Айбатта өсек айтып, бірімен бір жарыс дүние жинап жатқан. Бұл жерде де көп. Саған бір ма? Бұл район болмайды. Ана район дұрыс. Ана район, көрдің ба? Жүр, сол жақтан көрсетіп, жүр. Ой, сол зор район сол. Міне, жаңағы іздеген районың. Ешкіммен ешкім шаруасы жоқ. Ешкімді ешкім өсектемейді, ғайбаттамайды, аяғынан шалмайды. Мінекей, ешкімнің дүниесін ешкім санамайды. Өзімен өзі. Мінекей, патыстаба жоқ. Соттату жоқ, ату жоқ, сату жоқ. Осы районын ұнаса, көр енді осы район. Көр енді өзіңе. Мынандай керемет ресторанда сіздей сұлу Бикештің жалғыз отқаны жараспас. Танысып қояйық, Бикеш. Шикша. Шикша. Шик. Официант. Сәлеметсіздер, не қалайсыздар? Арақ, коньяк, пиво, вино бәрін араластырып, бір кувшинге құйып алып кеш. Ол қалай болады екен? Клиент айтқаннан кейін алып келсейтіз. Қанша уақытта дайын болады? Қазір 5 минут. 5 минут? Давай, билейікші. Маэстро. Вальс. Бикеш. Қайда асығасыз? Вальс қой бұл. Менде уақыт жоқ. Несі байындайсыз? Таңға дейін мынадан уақыт жетеді, Құдайға шүкір. Үйде 3 балам күтіп отыр. Өзім декреттемін. Қазір сағат 12-де күйеуім келу керек. 11:30-ға дейін билеп үлгеруім керек. Ой, не болды? Қалайсың? Не болды? Жаңа көп тамақ жеп қойдым ау деймін. Сорлы. Ана дастарханда ұстай алмадым өзім. Аздау жеу керек қой адам тамақты, аздау жеу. Қалай аз жейсің ақсақал? Дастархан деген жайнап тұр көріп тұрсың. Ой, жайнап тұра береді ғой. Денсаулығыңды ойламайсың ба?
палауды Ас бір өтке болмай, асқазан сенікі. Палауды айтсаңшы, палау. Ей, анау тамақты бар ғой, мен саған айтайын, дәрі құсат жеу керек. Дәрі ішесің ғой, тамақты тұтыр солай ішу керек. Түйірлеп, аздап ішу керек. Қойыңызшы, қалай жейсің? Дәрі құсап жейді. Ей, тамақты дәрі құсап жемесең, ертең дәріні тамақ құсатып астап жейтін боласың. Қойыңызшы. Денсаулығынан айырылғасын, ол топ-топымен ұрып жейтін боласың. Ой, қомағайлар өңшең. Ауру астан, дау қарындастан дейді атан қазақ. Адам аштан өлмейді, астан өледі. Қомағай. Ойбай, адам деген бар ғой ше. Ақыл айта бермей бір бар жомей ма, кола мәкермей ма е? Аға лейтенант Қалыбай, құжаттарыңыз. Мінекей. Так. Еспергенов. Мамыр. Мамыр. Сіз боласыз ғой? Мен. Ненің даусы? Мал ғой, базарға баратырмын. Мынау малдың даусына ұқсамайды? Ұрғаш мал ғой. Көз сөйтіп қарайды. Ашыңызшы, багажникті көрейін. Көрсетіңіз, мен көрінбей. Көтер қолыңды, қазір ашам. Не бол? Ажырасам бол, жібер деймін. Не сізді? Сен кет шығар сен. Вообще араласпа сен. Мен саған Қайда баратын дедің? Мал базарға. Мал базарға? Айттым ғой сізге мал базарға деп. Құдай саудаңды берсін мә. Бара бер. Рахмет. Мен болсам постоянный командировкадамын. Шешесі болса 3 жерде жұмыс істейді. Сөйтіп жүргенде назардан тыс қалып кетіпті енді. Бір емес аға, бір емес, екінші мәрте қайтып мен тек басқа шаруаларым бар еді. Жақсы. Бала, тыныш жүр. Тыныш жүр, түсінің бе? Көкем айтқан істе. Көшеде көргенде жүгіріп кеп амандас. Тәртіп сақшылары болар. Оңбаған десейші. Білгендерің істегілерің келеді өздерінше. Енді кешіріңіз, жақсы, сау болып тұрыңыз. Тек жақсылықтағы жолға әйтеуір. Жақсы. Сау болып тұрыңыз, жақсы. Сау болып тұрыңыз. Оңбаған еттен боласың. Не жетпейді? Мен істемедім, бап. Айтып отыр ғой, темек шегеді, арақ ішеді. Шпаналармен қосылып магазин тонады дейді сені. Мен емес. Оңбаған. Екі машинаға төбелесіпсіңдер еще. Кәне, әкел бер, темек қайда? Шекпе, кәне, құртын қайда? Оңбаған, мен саған қас көрсетемін. Шекпе? Мынау не? Темегі. Не алып жүр қалтаңда? Менің емес әке ол. Сенікі болмаса сенің қалтаңда не істеп жүрсің? Білмеймін, менің емес. Темек шегіп жүрсің ба десең? Жоқ. Оңбаған итің баласы. Менің емес әке. Көрсетемін мен саған қазір. Ештеңе. Мынау не мынау? Білмеймін. Не шөп мынау? Мынау наркотик мынау? Шөп. Оңбаған десейші. Шөппен айналсың дедің ба? Не бар қалтаңда? Оңбаған наркоман болайын деген шығарсың сен, оңбаған десейші. Көрсетемін, айтқаны тура келді ма милицияның? Жаңа мойындамай тұр екен, оңбаған десейші. Мынау кімдікі? Мынау кімдікі? Менің емес әке. Кімнен шешіп алдың мынаны? Танымаймын әке. Танымайтын адамнан шешіп алдың ба? Танымайтын адамнан? Баяғыда біз танысып 5 жыл жүріп шеше алмайды деп мынаны. Сен қалай танымайтын адамнан шешіп алдың? Оңбаған, кімдікі? Мойна, кімнен шешіп алдың? Танымаймын әке, білмеймін. Кімнен шешіп алдың деймін? Кімдікі мынау? Кешіріңіз аға. Не болды? Жаңа не жер курткамды кіріп кетіп едім, сол қалып кетті. Алып кете салайын деп. Мынау емес па? Осы ғой? Сіз кім ол? Мынау сізден Шөр. Жаным. Ау? Мен керемет түс көрдім. Солай ма? Сол түсімнен әлі шыға алмай жатырмын. Қандай түс? Сен маған түсімде бриллиант комплект сыйлап жатырсың. Сондай ма?
сосын норковый шуба сыйлап жатырсың. Соны неге жорсам екен деп отырмын. Онда күте бер. Шын айтасың ба? Кешке. Қойшы, шын айтасың ба? Шын айтам, мен кеттім. Рахмет жаным, күтем. Сен бағана таңертең сурет қой дейме? Иә, қыстан қалған жылқының еті ғой. Жаным, сені мерекемен бағана таңертең асығыс кетіп бара жатырмын да, құттықтай алмадым. Мерекемен жаным, мерекемен. Сол жұмысқа бардық. Жұмыстан бүгін ертерек қайтайын. Өзімнің келіншегімді құттықтайын барып дедім да. Не ғой жаным, мені ұмытқан жоқсың ғой, иә? Нені ұмытқан жоқсың ғой? Менің сыйлығым ше. Қандай сыйлық? Таңертең сен жұмысқа кетіп бара жатқанда мен саған айттым ғой, түсімде көрдім. Маған бриллиант шуба сыйлап жатыр екенсің. Мен оны жұмысқа бара жатып қалып қойдым. Шын айтасың ба? Рахмет. Көзің жұм. Көзің жұм. Алақаныңды кел. Міне жаным. Көзіңді аш. Бұл не? Бұл түс жоритын кітап. Түсінде бриллиант көрдім, шуба көрдім дедім ғой. Сол, мысалы, бриллиант көргенде не болады, шуба көргенде не болады, соның бәрі осының ішінде жазылған жаным. Менен сұрамайсың келесі жолы. Өзіңе ашып оқи беретін боласың. Етіңді кеш, етіңді. Ет жейік. Иық тірескен майдангер достарыңыз туралы айтып беріңізші. Өз тіресіп жүріп атсатымыз ғой. Оқ келе атама? Мына тіресіп тұрып оқ келе атқан кезде кетіп қаламыз бүйтіп. Қош. Кетіп қалғаннан кейін зу өткеннен қайтарым мінем. Қажа өт деп оқтар өтіп жатыр енді. Өзің ойлашы. Міне сондай соғысты көрдік біз. Қазір араласып тұрасыздар ма? Әлі араласып тұрамыз. О, Черный Гастон ойнаймыз, семейный араласып тұрамыз әлі. Бір-бірімізге тойымызға барамыз, жақында бір жолдас жігіт үйленді. Я, нені жаз ана, соғыс жаз. Ақсақал, сол жаңағы майданда қайтпай қалғандар болды ғой. Болды ғой. Қанша 5 жылға соғылған соғыс болды ғой. Иә. Бұршақтай жауған оқтар, анерде. Қанша мыңдаған солдат жүр. Мысалы, соның арасынан аман есен оралу үшін не істеу керек? Не істеу керек дейсің ба? Артыңды қысып, шошаң ете бермей, окопта тыныш жату керек. Міне. Көрдің ба? Біреу ура десе артынан уралап жүгіре береді. Мен телевизордан лотереядан мына ақ машинаны ұттым. Құтты басым. Құттықтайын. Соны алып кетіп көрдіңіз бе? Алғанда менің ақ машинам жоқ па бұл жерде? Ақ машина бізге 6 айдан кейін келіп көп күтіп қаласыз. Шалым айтып еді, бермейді олар, бермейді деп мен шалып тыңдамай кетіп едім. Қаламасаңызшы біреуін. Қаламай, маған ақ машина, ақ бозат керек. Мен анау телефон түскенде де шалмен алдаған ақ бозатын алып қашам деп көк аттан алып қашам. Бізде ақ машина жоқ. Алсаңыз, осы алмасаңыз, 6 айдан кейін келесіз лотереяңыз өзіңізге. Онда мына лотерея билеттерін өздеріңе 60 теңгені қайтар. Апа, мен 60 мың теңге беремін. Ей, берекіл бер. Мен сенің бастығыңмын, білесің бе? Жұмыстан шығарып жіберемін. Алып 400 мың теңге беремін апа. Ешкімге бермеңіз, маған беріңіз. Мақұл ма? Жұмыстан шығарсаңыз, мен жұмыстан кеттім онда. Берекіл демесің. Мен сізге тұрмысқа шыға алмаймын. Неге? Себебі сіз бен біздің тереземіз тең емес. Сонда қай қабатта тұрасыздар сіздер? Сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Жалпы біз бен сіздің материалдық және моральдық жағынан жағдайымыздың сәйкес келмейтіндігін жеткізгім келеді. Материал керек болып отыр ма? Үй соғатсыздар ма не? Айтпайсыздар ма? 2 КамАЗ материал салып жіберем ғой ертең. Біз ақсүйекпіз. Яғни біздің әулетімізде өте білімді, оқыған, көз ашық, мәдениетті өнер адамдары. Мысалға, менің әкем актер, анам актриса. Онда бізде ақсүйек екенбіз онда? Қалайша? Менің әкем шахтер, анам шахтриса. Мен жердемін сені көңіл айрама, қарабайым. Балам, қазіргі мына заман жастарына өзім риза болып келетім да. Иман жолына түсіп, анадан-мынадан бас тартып, харам нәрселерден сондай
мощный қыз, Астапыралла де. Астапыралла де. Астапыралла де ондай қыздарды көргенде. Астапыралла де. Сонда нәпсің тиіліп, өзің де жеңілдеп қаласың. Содан. Ау. Айо, астапыралла. Әкәне. Қайда? Қайда жүрген? Ананан ойнап айтам. Қайда? Ойнап айтам. Бүйттің баласы. Алаяқсың, алаяқ, алдансам да мен талаяқ, жүрегіммен. Көзге қарап тұрмайсың ба? Иттің баласы. Брата, қалай иттің баласы? Сөзіңе жауап бере аласың ба? Сөзіңе жауап бере емес, сұрақ қойып пең баған? Жағыңның ошуын шығарайын ба? Братан. Қойсан қой, білдің ба? Дело коснется ботинкіне, сегресің ғой, брат. Ботинкі. Әне ботинкі, өзіңе ботинкі, менде етік айналайын. Терпе аласың ғой, браттан. Терпе алай емеспін мен. Несіне? Мен, Свет соғыс ардагерім мен, біле білсең. Атак жұмыс. Айтасың ба, қазақша сөйле айналайын, қазақша сөйле. Сен бұндай сөз мен білмейді деп тұрсың ба? Патсан, зубочистка. Амбыра менен шығарам, білдің ба? Айырбағыңды айырып жіберем, редиска. Шайналған сағыз, бужный always, жоғал бар. Не болып қалды соншама? Қымыз берші. Әкеңе қымыз берші. Ойбай, тыныштық болса болар еді. Не болды, айтсайшы. Масқара болды қатын. Елімізге жоңғарлар шауыпты. Қош. Соған байланысты ханнан жарлық шығыпты. Хан иеміз тоқалы барлар қалсын, тоқалы жоқтар соғысқа кетсін деп үкім шығарыпты. Еркек тоқтық құрбандық. Ел үшін тудың ба, ел үшін өлесің. Ойбай, бәйіпше, бірдеңе қылып қалсайшы мені. Не істейін енді? Не зақой, өліп кетем бұл соғысқа барып. Соғысқа барып шахит болып кетсем не болады? Алла сенің шахит болып өлгеніңді қалап отыр. Біздің әулеттен де шахит шықса жаман ба? Сен де бір елдің қатындары байларына бір тоғала беріп, соғыстан алып қап жатыр. Сен болсаң... Нормально бір баян шығып кетіп. Анашым, бір амалын тауып әкемді соғыстан алып қалайық та? Соғыс түкіл бәледе жоқ. Соғыс болып жатса, мына жоңғарлардың тамақ ішіп отырғаны, селфиі маған келетін еді ғой, түкте келіп жатқан жоқ қой. Мені лоқ қылмақшы ғой. Алмайсың тоқалды. Алмайсың, өліп қалсаң да алмайсың. Құдай осыдан құтқарса темекін қоям. Спортпен айналсам. Өкпем ашты. Осыдан қуып жетіп алсам, темекіні қоям. Спортпен айналсам. Бергені! Солайды. Ақсақал, мені біреудің алажымен аттауға болмайды. Біреуді ғайбаттауға болмайды. Құдай мүшенің барлығын берді ма, сол мүшенің барлығын күнәдан тыю керек ақсақал. Анан қарашы. Мені көрдіңіз ба? Осыны мен білмеппін. Бәсе басыңа тақия киіп, жүзің иман жүзі болып қапты. Бәрін қойдым ақсақал, бәрін тастадым ақсақал. Талай қызыңды концертіңді көрдік қой сенің. Ішіп алып, тала алды қират, машина тонап жолда. Ақсақал, оның барлығын қойдым. Қойдың ба? Болды. Бес уақыт намаздамыз. Бәрекелді. Мұны жаннатта жолғай, Құдай қаласа. Иншалла. Намаз оқу керек ақсақал. Жақсы. Жаннатта жолғай, Құдай қаласа. Барлығыңыз айтты, жаныма келгеннің барлығын айтты, намаз оқу деп жаннатқа тартып, жаннатта жолғай деп. Болды, Құдай қаласа. Мен малым кетті бұлай. Жақсы ақсақал. Жаннатта жолғай. Болды, жақсы. Жаннатта жолғай. Жақсы, айналайын. Рахмет, айналайын. Жұрттың бәрін жаннатқа шақырып ал, өзің келмей қалып жүрме.
осы жасыңыз нешеде сіздің? 100-де. Талай заманда бастан кешірген екенсіз ғой ақсақал. Кешірдік қой. Мен өзі көпті көрген адаммын. Басымнан 3 кезеңді өткіздім. Қандай? Феодализм, социализм, капитализм. Ақсақал, осы 3 кезеңнің, 3 заманның қай кезеңде өмір сүрген жақсы екен негізі? Еді басымнан өткен екен, бай болсаң, феодализм жақсы. Кедей болсаң, социализм жақсы. Ал енді ұры-қары жемқор болсаң, онда капитализм жақсы ғой. Қазір нағыз сендердің замандарың ғой. Қалай сонда? Капитал. Мынау шешет бәрін. Капитализм. Мына ма? Нағыз сендердің замандарың ғой қазір. Бәрін білесіз ақсақал. Онда ұрып қал десеңізші, басылшы бар кезде. Ұрып қал. Ақсақал. Ана, ордың ба? Сондықтан, ханымдар мен мырзалар, қазір сіздерге бір-ақ сұрақ қоям. Сол сұраққа жауап берген адам біздің мекемеде бас бухгалтер қызметіне қабылданады. Ал сұраққа жауап бере алмағандар өздері тепсін. Пинай нәсібе дегенім ғой. Ал, олай болса, қыздың жолы жіңішке дейді. Қыздан бастайық. Ханым, сізге бірінші сұрақ. 2-ге 2-ні қоссаң қанша болады? 4. Кешіріңіз, сіз өте алмадыңыз. Мырза, 2-ге 2-ні қоссаң қанша болады? 4 болады. Сіз де өте алмадыңыз. Ал, келесі сұрақ сізге. 2-ге 2-ні қосса қанша болады екен? Сізге қанша керек? Қанша болған қалайсыз? Вот, міне, сіз өттіңіз. Ал сіздер боссыздар. Кете беріңіздер. Ал енді сіздің дальнейшем ары қарай карьераңыздың өсу жағын қарастырайық. Жақсы жауап беріңіз. Сондықтан саған айтайын. Ол мынау хайуанның 3 түрі болады. Біреуі шөп жейтін хайуан. Екіншісі ет жейтін хайуан. Ал үшіншісі болады. Ең опасный хайуан. Қайсы? Ол адамның ақысын жейтін хайуан. Мінекей. Жетім жесірлердің ақысын жейтін. Мінекей. Пенсионерлердің пенсиясын жейтін хайуандар болады. Көрдің ба? Жетім балдардың ақысын жейтін. Сондай мүгедек балдардың ақысын жейтін хайуандар болады. Жаман хайуан десеңші. Бұл жыртқыш хайуан. Ең опасный хайуан осы хайуан. Міне. Бағанан бері не айтып отырмыз саған? Міне, осылардан сақтану керек. Солай де, солай ақсақал. Тыңдамай кетті келінің. Қиын қазір. Десең мә дейді, не дейсең же дейді. Шектен шықты. Ай, бір қамышымен да айызыңды қандырып ұрсан қойша. Сол, ей! Қатын тұрып опа табам деп отырсың ба? Сотталып кетесің. Баяғының қатындар дейсің ба? Қазір қатындар жаман сотқа беріп жібереді. Сорлы. О, баяғының қатындар ғой ол. Ұрып атсаң өзімнен болды деп өзінен көретін. Дұрыс айтасыз. Қатынды бар ма? Қатынды қамшымен ұрмайды. Қатынды қатынмен ұру керек. Қалай сонда? Мысалы мынау сексеуіл деген ағаш бар. Білесің ба? Сол сексеуілді балтамен жарсаң жарылмайды. Ағашпен араласаң араланбайды. Ал енді сексеуілді сексеуілге ұрсаң бірден сынады. Міне, көрдің ба? Мысалы бәйбішені тоқалмен ұру керек. Түсіндің ба? Көрдің ба? Шынымен, тоқал тыңдамай қойса шал. Тоқал тыңдамаса, нақ сүйермен ұру керек, үшіншісімен. Ал нақ сүйер тыңдамай қойса шал. Нақ сүйер тыңдамаса, ақ қолтықпен ұру керек. 4-ші қатынмен. Ал ақсақал, егерде жаңа ақ қолтық бар ғой, сол айтқаныңды істемей қойса не істеймін сонда? Онда 4 қатының жабылып сен ұру керек. Немене қатыныңа сөз өтпейді, қандай еркексің сен? Ой, ақсақал, мен сізден серьезін сұрап жатырмын.
Міне сондықтан да бұл шошқаның етін жеуге болмайды. Бұның мен саған қасиетсіздігін айтайын. Біріншісі, мынау шошқа бар ма? Бұның ұрғашысы билейді. Ұрғашысы шыңғырып бақырып жатқан сол ұрғашысы. Еркегін керек кезде шақырылады, керек кезде қуып шығады. Сол жатады бір бұрышта қортылдап еркегі. Сосын екіншісі, бұл мынау бар шошқа деген ұрғашысын қызғанбайды өзінің. Келесі кіргізіп жіберсең еркегін, барып асыла береді. Анау жата береді қасында. Мінекей. Ал енді жылқыны алшы. Еркек бір айғыр келе жатса үйіріне не істейді? Шайнап тастайды ғой ананы. Өзі өледі, ананы өлтіреді. Көрдің ба? Бұқалар қандай бұқалар? Сиырының қызғанады. Қошқарлар ше? Қорадағы қойларын қызғанғанда. Мүйіздері сынып өліп кетуге дейін барады. Страшно ғой. Адам ненің етін жейді, соған ұқсап кетеді. Міне сондықтан айтады, шошқаның етін жемеңдер деп. Түсіндің ба? Кеше ресторанға барғанбыз ғой. Алдымызға бір тамақ әкелді да, жесем тәттен дана тамақ. Мына ненің еті десем, шошқаның еті дейді да. Астапыралла, не дейді? Шошқаның етін жеген ес? Жақсы болады екен, күшті болады екен. Кетер, мен бағана бет не айтып отырмын мынаған? Жоқ, мен кетіп тазалаңдар. Отырмай сен. Байқамай жеп қойдым мен мақтан. Кетер. Жоқ, бұдан кейін жемей мақтанасың. Басеке, мынаған қол қойып жіберіңізші Басеке. 3 айлық есеп қисап қой. Бәрекелді. Басеке? Ау? Кеше сізді орынбасарыңыз үйіне тамаққа шақырмады ма? Шақырған? Неге бармадыңыз? Кеше жоғарыдан комиссиялар келіп тексеру келді ғой. Сол кісілермен жүрдім ғой. Өздерің барып кеттіңдер ма? Бардық. Қалай, жақсы отырдыңдар ма? Жақсы отырдық Басеке. Ой, дастархан деген енді жасап тастаған. 3 тамақ берді. 3 тамақ? 3 тамақ. Заңқиып қайттық. Молодец. Ауыз берікте болыңдар. Бір мекемеде істегеннен кейін, ана менің 2 орынбасарым бар, өзің бар бас бухгалтер. Бәріміз ауыз берікте жұмыс істейік. Сол кезде іс алға жүреді. Болды, Басеке. Ау? Бір нәрсе айтсам, ешкімге айтып қоймаңыз, е? Айта бер. Сіз орынбасарыңыз жамандады ғой. Қош? Иә. Не дейді сонда? Хайуан, оңбаған, ешак деді ғой сізді. Мені ма? Иә. Мен айтты демеңізші Басеке. Жоқ, айтпаймын. Ондай орынбасарды ше, құрт жіберсеңізші. Орнынан алып тастасаңыз сондай орынбасарды. Жаңа қанша тамақ берді дедің? Сонда 3 тамақ сыйған ішіңе орынбасарымның бір ауыз сөз сыймай қалды ма? Негізі оны мен өзім айтқам. Сол көпшілік отырған жерде мен туралы жаман сөздер айтшы деп. Өйткені кейін кезде байқап жүрмін да, арамызда сөз таситын бір крысалар пайда болыпты да. Аузы жаман елді былғайды, аяғы жаман төрді былғайды деген. Жұмыстан боссың, кет бар. Заявлениені жазды, кет жұмыстан. Басеке, мен... Жоғал көзіме көрмей. Мен сізді... Жоғал деймін. Ұялмайсың ба? Біреудің тамағын ішіп сөзін тасуға. Оңбағанда жеш. Сізді ойладым ғой. Кет бар, кет. Басеке, мен... Оңбаған. Басеке. Так, охрана. Ана бас бухгалтер бұдан кейін жұмысқа кірмейтін болсын. Кіргізбеңдер. Ассалаумағалейкум. Амандық қайда? Байқамай қалып, ассалаумағалейкум. Сен байқамай қалсаң, мен күнде байқамай қалым сені. Таңертең бұлай кетесің, кешке бұлай кетесің. Қай ауылдың баласысың өзің? Мен Ақтоғайдікімін ғой. Не жұмыс істейсің? Жұмыс болғанда сол өзімнің үйім Ақтоғайда. Екінші үйім ана Көктоғайда. 2 үйің бар ма? Ой, молодец. Мына жақтан таңғы ас ішем, ана жақтан барып кешкі ас ішем, екі ортада. Енді ақсақал, өзіңізге жолыққаным дұрыс болып отыр дейді. Енді бір түскі шайды ішіп өтетін, осы ауылдан да біреуін... Үшіншісін алмақшысың ба? Иә. О, бәрекелді. Соны өзіңізбен ақылдассам ба деп ақылсам. Менен ақыл сұрап отырсың ба? Иә. Ақымақ. Сен ақылды менен сұрама. Сен ақылды анау 2 бұттың ортасында кісіден сұра. Сол біледі ғой сен шамаңды. Мен қайдан білем? Ақымақ. Менен сұраған несін? Салам. Айқанама деймін соны? Айқайлайым. Ішпе десе ішесің е, оңбаған. Сары өлем адам деген іше ме екен е? Бір ішіп бізден не болды? Құда қоймады ғой, білесің ғой. Қазір полиция ұстаса не істейсің ал? Бірдеңеге соғылысып қалсаң не істейсің ал? Жағын қарсыға қайдағын айтылмеші болды.
Құдайдай. Senin kesirin. Yani dur gay aldığımızdan çıktı. Құдай бір. Нең бар айтып be. Так, не істейміз ашқан кеше нені алсана нелерді. Тақияларды беш. Соңғы işte әйін. Болды. Болды. Тәспі. Так, арақ қайда, арақ ал. Мә, іш қатне. Неменеге маған арақ беріп отырсың ішті ме? Ішпеймін. Іштеймін. Ішпейтін адам ішкізесің ғой. Қайтасың қашқа, қабанап қояды ғой. Болды, бала, іші. Ойбай, балада нең бар енді, балада нең бар, баланы ішкізіп. Жапша аузыңды, мен ғой жауап беретін. Ұрсасың ғой, баба. Ұрспайым. Жұппасын, баба. Көрсетем жұпты саған. Ес алам. Болды, қазір мен шақырған кезде шастырмақ ма? Мақұл. Білдірмеңдер. Білдірмесең, күліп отсай. Стады мынау. Абайла, папа. Білдіріп қоймай. Ассалаумағалейкум. Аға лейтенант Зеренбаев. Не болып қалды? Жол ережесін бұзып келатсыз ғой. Жоқ, ешқандай біз нормально келеміз біз. Ішіп ағасыз ба? Жоқ. Ішіп ағасыз ғой сіз? Жоқ, ішпеген. Тоқтаңызшы, мына өктіңізші. Өпіріңізші. Ішіп ағасыз ғой айттым ғой. Бәкәжең. Ой, осындайларыңыз бар да. Мені мынаған өпіріңізші. Мені көрсетіп тұр ғой, процентін. Ішіп аған деп. Ішіп ағансыз сіз. Бұның істемейсің. Қалай істемейді? Бүкіл әлем осыған жүгініп отыр. Жаңадан шыққан аппарат бұл. Мені көрдіңіз ба, тап-таза? Өздеріңе арнап істеп қойғансыңдар ғой? Көке, қойыңызшы болып. Ішіп ағасыз ғой. Ішкен деп тұрсың ба? Машинаның құжатын берсеңізші маған. Документ қоя тұр. Қатын! Қатын! Не болып қалды? Міне, 5 уақыт намазы бар. Әулие аралап, әруақтармен араласатын, бал ашатын, жол ашатын мына жеңешең. Осы кісін бір тексеріп көр. Әйеліңізді араластырмай қойсаңшы. Тексерсей? Мынаны өпіріңізші. Үрлеңізші. Әйеліңізді ішіп алған ғой сізді. Сен абайла сен. Аузың қисайып кетеді қазір. Ал, іше ма мына кісі? Көрсетіп тұр ғой процентін енді мына аппарат енді. Асылжан! Баба! Бергеш. Мынау 7 жасар бала. Міне. Үргішші. Балаңызды араластырмай қойсаңшы. Тексеріп көрсей? Өпірші мына. Енді 7 жасар бала ішпейтін шығар енді. Ішкен деп тұр ғой. 7 жасар бала ішті деп аузыңы барғанма айта аласың ба? Пәк мынау. Періште. Кешіресіздер, жолдарыңыз болсын. Солай болсын. Жолдарыңыз болсын, кешіресіздер. Алатын ақшаларыңды адалдамаңдар. Кешіріңіз аға. Біз бермейді емес, береміз просто. Кешіріңіз аға. Ят деген болу керек адамда. Жүр, отыр рөлге. Балаңыздан да процент көрсетіп. Жүр, отыр мына. Не болды? Жақсы братан. Қол жүре берсін. Молодец. Мама, маған мынандай ата берші. Қайтейін деп ең атты? Мына бала сияқты мініп алып шауамын ғой мен. Әй, бар ғой үйде ат. Қайдағы ат? Әй, жатыр ғой мына ат. Ойбай, о біздің папа ғой. Әй, жұрттың осы папалары балдарына ат болып ойнатады ғой. Жатыр ғой азаннан кешке дейін жұмыссыз 3 мезгіл жем жеп. Әдей істемей жатырмын ба жұмыста? Жоқ болғасын жатырмын ғой. Бір үйге бір ат жетеді. Күндіз сен мінесің, түнде мен мінем. Атпыш. Газетімді оқып алайыншы. Ой, атпыш. Ой, сен де бір
Так, аға лейтенант Қалыбаев, құжаттарыңыз. Причина остановки. Ау? Причина остановки. Жоқ, мен сізді тоқтаттым, құжатыңызды беріңіз деп адым. Жоқ, не себеп тоқтаттыңыз? Не үшін тоқтаттыңыз? Құжат тексеру үшін. Жоқ, не үшін тексересіз? 32-ші бап 2-ші тармақты айтып беріңізші маған. Қанша? 32-ші бап 2-ші тармақты айтып беріңізші маған. Сіз өзіңіз білесіз бе оны? Жоқ, сіз білесіз ба? Соны сұрап тұрмын ғой. Мен білем. Оны мен білем. Енді сіз білесіз ба? Мен соны сұрап жатырмын қазір. Білсеңіз айтсаңызшы. Не деген ол? Не дегеніңіз? Мен сізден сұрап тұрмын ғой. Сіз осы істің осы жұмыстың маманысыз ғой, сіз айтып берсеңізші маған. 32-ші бап 2-ші тармақ не деген? Қазір. Құрметті жүргізуші, жолыңыз болсын. Бастық кете берсін деді. Бәрі дұрыс деді сізде. Сіз ана 32-ші бап 2-ші тармақта не деп айтқан соны айтып берсеңізші маған. Жоқ, негізі қатты айтқан. А? Қатты айтып берген. Оны сіз естімей қойыңыз. Жолыңыз болсын. Нұрхат, шынымен ол баптан не айтқан? Білмеймін, бар ғой, кеше ютубтан көргем. Блогерлер айта салдыңыз ол. Бала, бері қара. Мен саған әкелік ақылым, ана үйленейін деп отқан келінге әлден жан деп айтпашы, естің ба? Не қылады екенің? Нағылады екенің не? Мына әкең кезінде қандай еді? Сөзім сүйектен өтетін еді. Кәдімгі әлемді тауды қопарып жүретін жігіт едік. Сол шешеңе бір ауыз жан деп айтам деп, әлемді өзгерткенін былай тұрсын қазір. Телевизордың каналды өзгертуге шамамыз келмей қалды. Не қылады екен әке, сізді үйде отырып аластағыны? Әдем сөз ғой, жанышқы, бәрі айтады ғой. О, шешеңнің тыңдап алам бір ақылын, екеңнің айтқан сөзі ол нақылың. Қызыңды сыйлап жүрсең бұл өмірде, енеңді сыйлайды екен өзіңді де. О, шешеңнің ағасы болады саған нағашы, жақсы болса нағашы, жайқалып тұрған ағашың. Көлбай ата? Жүз ана, ақылсыны бәшейінде бізді приказ етіп отыратын Көлбай атаңды барып прикол ұстайық жүр. Ассаламағалейкум. Қалайсыз Көлбай ата? Көңіл күйлерің жақсы ғой? Жақсы. Көлбай ата, біз сізге ризамыз да. Жүрген жеріңізде арақты жамандап. Енді дұрыс қой. Енді сізді соншалық жақсы көргеніміз, біз өлең шығардық қой сізге. Бұл өлең ұрпақтан ұрпаққа кетеді. Аш. Кім екен бұл арақты жаман деген, артын қысеп жүрмей ме адам деген. Тоқта, бұның соңыра дейін оқымайсың ба? Жоқ, болды, осы бітті. Бітті болды. Тоқта, қайтылашы мен аржағында екі қатар мен айтайын. Кім екен бұл арақты жаман деген, артын қысеп жүрмей ме адам деген. Ешақтың сідігіне тойып алып, өлең жазған ақынды надан дерем. Ақсақал, ұялмайсыз ба? Ешақтың сідігі деп. Не бопты? Аттың сідігі десеңіз болады ғой. Өй, қойыңшы, аппақ сақалыңыз. Ренжіп қалдың ба не? Сорлы. Шошқаның сідігі демегеніме қуансаңдар сендер. Қатырдым деп тұрғым еді. Әридашым, оу. Әридашым, оу. Не болды өкіліп? Бардың ба? Бардық. Қабылдады ма жұмысқа? Қабылдады. Азында жұмысқа шығасын дейді. Бәрекелді. Бармайын бірақ мен. Неге бармайсың? Соңғы 80-90 айлығында жұмыс істейді дейсің мені? Сен жұмыс істемесең қалай күн көресің? Жұмыс істемей-ақ өмір сүруге болады бізге. Қалайша? Менделіктің бүкіл табиғаты біздің елде бар ғой. О, ақымақ. Табиғаты бүкіл сенің еліңде болса, сонда жатып ішпекшісің ба? Әке, жердің асты толған байлық. Соның қашан рахатын көреміз біз? О, ақымақ. Жер астың байлығының рахатын жердің астына барғанда көресің. Не қыласың? Сен тірі адамсың, жердің бетінде жүрсің.
Бұйырған теріп алып, несібіңді жеп жүре берсей. О, жердің астына аңсаңада, жердің астына кетіп жатыр өздері. Қанағат деген бол керек адамда, қанағат. Онда мен список көре етіктерін дайындай берейін. Бар, мен баяғы ескі етігін киіп бара бер, жарайды сол. Қанағат 80 жетер айтып. Бар, молодец. Ең дұрыс сол. Адам бар ғой, еркек деген жігерлі бол керек. Еркек намысты бол керек, жігерлі бол керек. Осы ақсақал деймін да, бағанадан бері еркек деп бізге осындай айтып жатсыз ғой. Шыныңызды айтыңызшы, нағыз еркек қандай болу керек, айтыңызшы. Нағыз еркек па? Бірау сөзбен айтайын ба? Айтыңызшы. Нағыз еркек таңертең ерте тұру керек. Сағат 5-те. Сосын мұздай душты қабылдау керек. Кофені ішіп алу керек. Сөйтіп ана төсекте жатқан сүйіктісін жай ғана барып бір иіскеп сүйіп алу керек. Сөйтіп есіктен шығып, сықырлатпай, ешкімді оятып алмай. Есікті жауып, машинасында отырып өзінің үйіне қайту керек қой. Еш жаққа бұрылмай. Міне, нағыз еркектер сонда болады. Өзінің үйіне қайту керек? Көпті оқығаннан емес, көпті көргеннен сұрады екен ғой. Көпті көрген атамыз көпті көрген. Міне нағыз еркек сонда болады.